Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге қуырдақ дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік. Алдымен бізге пияз және еттер керек болады. Ет талғамымызға қарай. Қойдың еті болсын, сиырдың еті болсын. Ал менде қойдың еті. Қызып тұрған қазанға кішкене ғана май құямыз да, еттегі артық май, құйрық дегендерді қуырып аламыз. Бұл әрине сондай майларды онша жақтырмайтындарға арналған. Болғаннан кейін сүзіп аламыз. Қызып тұрған майға ұсақтап тұралған пиязымызды салып, қуырып аламыз. Одан кейін еттеріміздің арасындағы үлкен-үлкен сүйектерді салып, қуырып аламыз да, одан кейін еттерін саламыз. Міне бәрін араластырдық. Одан кейін еттің өзін 1 сағат, 1,5 сағат қуырасыз. Одан кейін картопыңызды саласыз. Картоп салғаннан кейін араластырып аласыз да, сразу тұз, дәмдеуіштер, өз қалауыңызға байланысты саласыз да, осы кезде әбден араластырып аласыз. Және де бұдан кейін қатты көп араластыра берудің керек жоқ, өйткені картоп езіліп кетуі мүмкін. Осыны бетін жауып, 1,5 сағатқа қойып қоясыз. Міне картоп қуырдағымыз дайын. Ас дәмді болсын.